Endi biz 3-sabaq Ming tenjen erten ko'rishguncha. Ya biz o'ris tilida "до свидания" deb aytamiz, ya. Sog' bo'lingіз. Biz qozoq tilida sog' bo'lingіз, deymi? Немесе erten ko'rishguncha. Osini biz Xitoy tilida Ming tenjen degan 3-sabaq. 3-sabaqda so'zlar sal ko'proq. 1-sabaqdan 2-sabaq ko'proq, 2-dan 3 ko'proq. So'zlar ko'proq, endi so'zlarda, söylemlarda ulg'aya beradi. Ya, 3-sabaqning birinchi so'zi shu o'quv, yürünuv degan ma'noni bildiradi. Dian, dianqi, pie, hangou, hangpie, shougou, xue. Bu yürünuv degan ma'noni bildiradi, ya. Yürünuv. Yürünuv немесе оқу. Шөп. Келесі. Біз Қытай тілі дегенді үйренгенбіз. Хан үй. Енді бізде ағылшын тіліні ең үй деп айтады екенбіз, я. Ең үй. Ең үй. Ағылшын тілі. Ең үй. Biz алдында Қытай тілі дегенде, еміне? Хан үй. Сонда бұндағы үй деген сөзіміз, я, тіл деген мағынаны білдіреді. Біз хан үй Қытай тілі, ең үй ағылшын тілі, я? Ең дегеніміз хан, шу, немесе бірінші шу. Екі шу, дедек кішкентай шу, хаңжа, хан, хаңпе, на. Ең, үй дегенді алдында үйренгенбіз, е? Ең, хаңжа, ти. Бірінші у бесті жазамыз, сосын кейін астында ко ауыз дегендегі, я. Ең үй, бұл ағылшын тілі. Ең үй. Ағылшын тілі. Ең үй. Келесі. Үй. Үй. Орыс тілі. Үй. Үй. Алдында пе, шу, пе, хан, шоу, ти, шегоу, пе, ден. Бұл үй орыс тілі. Орыс тілі. Үй дегеніміз жердегі тіл деген, я? Ең үй, үй. Алдында біз үйрендік хан үй.
Kelesi. Fa-yu. Fa-yu. Fransız tili. Fa-yu. Dian, dian, qi. Heng, shu. Heng. Pie zhe. Dian. Bu Fransız tili, ya? Fransız tili. Fransız tili. Fa-yu. De-yu. De-yu. Nemis tili. De-yu. De-yu. Pie pie shu. Heng. Pie. Shu. Shu heng zhe. Ana жазып болсаңыздар, мен өшірейін. Өздеріңіз, мен бір рет жазбауын көрсетіп берем. Өздеріңіз интернеттен тоқтатып қойып, ақырындап жазып аласыздар, я? Пие пие шу, хың пие шу, хың жы, шу. Шу шу. Хың. Ортасында кішкене хың. Dian. Wo-gou. Dian. Dian dian. Бұл de-yu. De-yu дегеніміз неміс тілі. Неміс тілі. Неміс тілі. De-yu. Келесі. Ж-ю. Ж-ю. Біз ж дегенді, ең бастапқы алғашқы сауатта ж дегенді не дедік? Күн дедік, е? Уақытты білдіретін немесе аспандағы күн, е? Ж-ю. Ж-ю дегеніміз жапон тілі. Ж-ю. Жапон тілі. Жапон тілі. Бұл ж-ю. Жапон тілі. Енді келесі сөзіміз Ханго-ю дейді. Ханго дегеніміз Кореялы, я? Кореял тілі, Корея тілі. Ханго-ю. Хан-го-ю. Го-ю. Ханго. Пie шу. Хeng zhe. Хeng. 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 Шу. Хeng хeng. Шу гou. Хeng zhe gou. Шу хан го. Шу хeng zhe gou. Хeng хeng. Шу. Хeng астында үлкенірек хeng, я? Диан. Диан астын жабамыз. Хeng. Хан-го-ю. Корей тілі. Келесі сөзіміз. Дуй. Дуй. Дұрыс. Дуй. Сіздің айтқаныңыз өте дұрыс.
很对. Бағанағы екінші сабақтағы хынды қосып жіберсек,很对. 对. 横撇捺横手狗点 бұл 对. дұрыс. дұрыс. Мына жерде мынау корей тілі, иә? Корей тілі. Корея тілі, иә? Келесі дұрыс. 对. Келесі сөзіміз. 明天 ертең. 明天 ертең. Мин деген сөзіміз күнмен айдан қосылып тұр. Ертең деген сөз. Алдында оққан жыны кішірек қып жазамыз да, арт жағына үй, ай деген алғашқы кезде өттім ғой сіздерге. Мин, тен, тен дегенде күнді білдіреді, уақытты білдіреді. Мин, бірінші жыны жазамыз кішірек қып, үй, одан кейін үй. Мин, тен, тен дегеніміз хан, пе, на. Тен дегеніміз аспан. Кәдімгі аспанды тен дейміз. Аспанда тұрған күн мен ай деген сияқты. Уақыт, ертең дегенді білдіреді. Мин тен, бұл ертең. Ертең, бұл мин тен. Келесі сөзіміз тен, кездесу. Тен, кездесу. 手横着狗撇手挽狗. 见, кездесу. Тен, кездесу. Чү, бару. Хан, шу, хан, пе着点 бару. Ни чү, сен деген сөзді үйренеміз. Сен бар. Ни чү, сен бар. Ни чү ма, сен барасың ба? Алдыңғы бірінші екінші сабақтағы сөздер есімізде болса, кішкене кірістіріп кетем, сөйлемдерді артынан құрастырып сіздерге осы сөздерді толығымен жазып болғаннан кейін ары қарай сөздерді қайтеміз, құрастырып сөйлем шығарып берем сіздерге. Мақұл ма? Сондықтан бірінші екінші сабақты сөздерді жақсырақ үйренсеңіздер, мысалы, бірінші сабақта ни, екінші сабақта ма деген, сен ни, ма дегеніміз ма, ме, ба, бе сұрағым. Ни чү ма, сен барасың ба? Ни чү ма. Сондықтан жеке сөздерді өте жақсы үйреніңіздер. Келесі. Йоу жүй дегеніміз почта. Йоу жүй, почта. Йоу жүй. Йоу жүй. Бұл почта. Кәдімгі біздің хат алып салатын жеріміз. Йоу. 手横着狗横手横мына жерде хан пе ван го кішілеу қылып жазамыз да. Шоу бұл йоу. Енді жүй деген әріп хан же хан пе хан же го. Мында коу ауыз деген есімізде бар ма? Кішкентай қылып жазамыз. Бұл йоу жүй почта. Почта. Келесі. Жеке сөздерді жақсы үйреніңіздер. Келесі. Жи. Жи дегеніміз жіберу. Жіберу дегенді түсінеміз ба? Мысалы, хат жібереміз. Қазір кезде енді біз интернеттен ғана жібере саламыз. Бұрынғыдай почтаға барып,
хат салып жүретін кісілер өте аздау, иә? Үлкен кісілер көбінде сол поштаға барып хат жіберіп жүреді. Сонда әжей, енді бұл хат қана жіберу емес, басқа нәрседе де жіберу. Мысалы, студент балаларға ата-аналары қайтеді, алыстан сәлемдемелер жібереді, иә? Продуктылар, ішпек жемектер жібереді. Осыны жи дейміз, жіберу. Ден, пе, хыңгоу. Есімізде болса, екінші сабақтама үлкен деген сөзді оқамыз. Да. Хың, міне жерге сол таны үлкен деген сөз жазып қоямыз. Пена, е, кішірек қып жазамыз. Жи. Пена, хың. Мұнда коу. Соңынан барып, шоу. Бұл жи, жіберу. Жіберу. Я, жи. Енді келесі сөздер. Келесі сөздер. Шин. Хат деген, я? Шин. Біз кәдімгі телефоннан, қағаздан жазып жүрген хатымызды шин дейді екенбіз. Пешоу, ден, астында екі кішкене хың, оның астында коу. Бұл шин дегеніміз хат. Кәдімгі жазатын хатты айтамыз. Шин. Келесі. Инхаң. Инхаң. Инхаң дегеніміз банк. Кәдімгі банкты айтамыз, е? Инхаң. Инхаң. Инхаңның басы пехың, хың, шоути. Мұна жағы біз бағанағы екінші сабақта хын деген сөз есімізде бар ма? Соның арт жағымен оқсас, е? Хың жы. Хың. Хың. Шоути. Ден. На. Бұл ин. Хаң деген сөзіміз. Пе, шу. Хаң. Үстінде хаң үлкен, астында үлкен. Үстінде хаң кішкентай, астындағысы үлкен. Хаң, шоу. Бұл ин хаң банк. Банк. Ин хаң дейміз, е? Келесі. Чү. Алу. Чү. Мысалы, жаңегі жи деген жіберу болса, бұл чү деген алу. Мысалы, банкоматтан ақшамызды аламыз, банктен аламыз, келген поштадағы дүниелерімізді аламыз. Чү. Хың, шу. Хың. Да ти. Шу. Мұнда хың, пе. На, бұл алу. Алу. Отырыңыздар. Алу. Чү. Тағы бір сөз. Чен, ақша. Өте маңызды нәрсе, иә? Чен, ақша. Алды жаңегі ең хаңның алдымен ұқсас, иә? Өйткені бұл банкке ақшаға байлас. Ти, ше, го, пе, ден. Алды пе, хың, шоу, ти, хың, жы, хың, екі хыңды қатар жасылайын. Шоу, ти, ден, пе. Шығып кеттім жері. Мысалы, бұл ақша, е? Ақша. Біз чүчен десек, е? Чүчен ақша алу.
钱 ақша, 취 алу, 취钱 ақша алу. Мысалы, ақшаны қайдан аламыз? Банктен, банкоматтан шығарып аламыз, сондағы ақшаны алу, 취钱. Ары қарай бірнеше сөздер бар, оны біз бастапқы сабақтарда үйренгенбіз. Сонда да қосымша жазып кетейін. Леу деген қанша естеріңізде бар ма? Леу 6 цифры, Леу 7 7 9 9. Енді бір сөз. Біздің Қазақстанның астанасы қай жер? Астана. Ал Қытайдың астанасы қай жер? Қытай Халық Республикасының астанасы Пекин. Оны біз Бейжің деп айтады екенбіз, Бейжің. Бейжің дегеніміз Қытай Халық Республикасының астанасы. Бейжің. Бейхаң шоу чи. Шоу әңгоу. Пе. Жетіге оқсап қарады, бірақ жетінікі былай. Хаңы песі шығады, бұнікі шықпайды, Бей. Енді жин деген. Ден хаң астында коу. Шоу коу. Ден. Ден. Бұл Пекин. Пекинді Бейжің деп айтамыз. Қазір енді мен сіздерге бүгінгі өткен сөздердің барлығын жазайын жерге, сосын ары қарай менімен бірге ілесіп оқыңыздар. Бұл Бейжің.